Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға Алла разы болсын. Және де жаңадан тіркеліп жатқан оқырмандарға сіздерге де Алла разы болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, қуаныш, шаттық тілеймін. Дұға тілектеріңіздің аз уақытта сондай көркем түрде, хайырлы түрде қабыл етсін деп тілеймін. Бүгінгі тақырып өте ерекше және ауқымды болмақ. Орамал тарту парыз ба? Осы тақырыпты тереңірек қозғайтын боламыз. Тақырыптың жауабын алу үшін видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Орамал тарту парыз ба? Әрине, орамал тарту парыз. Әйел адамдардың орамал тартуы ер кісілердің сақал өсіруінен де үлкен парыз. Орамал мұсылман әйелдерге жаратқанның сыйға тартқан ең қымбат сыйлығы. Оған қатысты қасиетті Құран кәрімде бірнеше дәлел хадистер келтірілген. Егер пайғамбардың жұбайларынан бір нәрсе сұрасаңдар, онда бір қалқаның артында тұрып сұраңдар. Осылай істеулерің сендердің де, олардың да жүректерің үшін таза болмақ. Құрандағы осы аят хиджаб аяты деп танылған. Бұл мүмін әйелдерге хиджабтың парыз болып түскені туралы бірінші аят. Алла тағала Ахзаб сүресінің 59 аятында: «Әй пайғамбар, жұбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдерге айт, үйлерінен шығатын болса, үстеріне желбәбін, яғни жамылғысын жапсын. Бұл оларды жеңіл, күң емес, жезөкше емес, азат әрі пәк әйел екендігін тануға, оларға бөтен еркектердің тиіспеуіне жақын» деп бұйырды. Осы аят көпшілік ғалымдардың мақұлдауымен негізгі хиджаб аяты деп саналады. Бұл аят барлық мүмін әйелдер бөтен еркектерден бүкіл денесін жасыруы парыз екенін ашық білдіреді. Осы аяттағы желбәб сөзі араб тілінде бүкіл денені жабатын жамылғыш. Сахабалардың әйелдері осы аяттан соң бүкіл денесін жапты. Кім тәкаппарлықпен киімінің етегін жерге сүйретіп жүрсе, Алла тағала оған қиямет күні қарамайды деді. Сонда Умму Сәләма анамыз: «Әйелдер етектерін не істейді?» деді. Ол балтырының ортасынан бір қарыс түсіріп жүреді деді. Сонда Умму Сәләма: «Ондай болса олардың аяқтары ашылып қалады» деді. Ол: «Олай болса онда олар бір білек түсіреді, одан арттырмайды» деді. Алла тағала ешбір кісіге оның шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Бақара сүресінің 286 аяты. «Әй Мұхаммед, мүміндерге айт, бөгде әйелдерге қараудан көздерін төмен түсірсін және ұятты жерлерін харамнан сақтасын. Осы олар үшін ең таза жол. Расында Алла олардың не істейтіндерінен хабардар. Мүмін әйелдерге де айт, бөтен еркектерден көздерін төмен түсірсін, әрі ұятты жерлерін харамнан сақтасын. Олар тек өздігінен көрініп тұрғаннан басқа әшекейлерін көрсетпесін және орамалдарын басына салып, онымен омырауларын жапсын. Әрі олар әшекейлерін көрсетпесін, тек күйеулеріне немесе әкелеріне немесе күйеулерінің әкелеріне, яғни қайын аталарына немесе ұлдарына немесе күйеулерінің басқа әйелдерден туған ұлдарына немесе аға інілеріне немесе аға інілерінің ұлдарына немесе әпке сіңлілерінің ұлдарына немесе мұсылман әйелдерге, құлдарына, немесе әйел керек қылмайтын еркектерге, немесе әйелдердің ұятты жерлерін білмейтін жас балаларға көрсетсе, онда оған рұқсат. Өздерінің жасырған әшекейлері біліну үшін аяқтарымен жерді тепсініп жүрмесін. Әй мүміндер, табыста болуларың үшін барлығың Аллаға тәубе етіңдер. Нұр сүресі 30-31 аяттар. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте: «Мен көрмеген тозаққылардың екі түрі бар. Қолдарында сиырдың құйрықтары сияқты қамшыларымен адамдарды ұратын кісілер және бұзылуға бейім әрі басқаларды да бұзуға дайын, шаштары түйелердің өркештері сияқты үстерінде киімдері болғанымен жалаңаш әйелдер. Олар жәннатқа кірмейді, оның иісін де сезбейді, ал оның иісі өте алыс жерден сезіліп тұрады. Алласын танып, өздігінен ұятын жапқан, тәубесіне келген, шындықтың не, жалғаның не екенін білген, дәретсіз жер баспаудың, дәретсіз бала емізбеудің жолын тапқан, ұлттық дәстүрімізді жаңғыртып, орамал тағып, жабық киінген әпкелеріміз бен аруларымызға Алла разы болсын.